Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермендер, бұл лайықты ән жобасы және бүгін бізде қонақта керемет жаңа есім десек те болады. Себебі бұл жігітті мен басқа қырынан білем, әзілге өте жақын, ату құрамасында болған чемпион, Байгай Ситу жобасының белді актері. Бірақ кеше өзіміздің командадағы балалар әнін жіберді, сіздің бағдарламамызға келіп соңын кесейік. Осындай мен әнді бастап жатырмын дейді, және де мен көп естім, композитор, жаңа сөзі де өзі жазады, дауысы да керемет екен. Маған кел жаным деген әнді тыңдатты, өте ұнады, қатты ұнады. Сол үшін шақырып отырмын. Енді бізге де жақсы жаңалық болсын деген ниетпенен қарсы алыңыздар. Жаңа есім, және мен қуаныштымын осындай лайықты ән жобасында осындай жігіттің тұсауын кесіп жатқаныма. Мағжан Нұрғали. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам, қош келдіңіз. Амансыздар. Лайықты ән жобасының көрермендері, осы жерде сіздің жобаңызда алғаш рет келіп тұсауын кесейін деп отқан қуаныштымын. Рұқсатыңыз бергеніңізге рахмет. Күткен жоқпын шынымен сенің даусың сондай мықты екенін, және де жалпы қалай сен сонда осы уақытқа дейін жасырып жүрдің бе, әлде айтқың келмеді ма? Не үшін сен енді шығып жатсың деген сұрақ қой. Өте орынды сұрақ. Жалпы негізі мен әнге әзілден бұрын жақын болғам да, мектеп кезінен бастап. Осы әнге үйдегілер де біледі, мен әкем өзі дәстүрлі әнші болған. Дәстүрлі әнші, өзім Жаркент қаласында туылғанбыз, Панфилов ауданында. Сол жақта музыкалық школаны бітірдім, Ахмет Нұрғалиевич атындағы. Сол жерде 3 жылдай білім алдым. Кейіннен әнші балапанға қатыстым. Есіңізде ме екен білмеймін, енді 2005-2006 жылдар соң жеңімпаз болдым 10 жасымда. Кейіннен сөйтіп жүрдім да, одан кейін басқа салаға кеттім, білмеймін енді. Әннен шаршап қалдым ба, бала кезден шаршап қалдым ба, кейіннен оқуға түстік, сөйтіп жайдарман ойнадық, сөйтіп жүрдік. Бірақ өзімнің жақындарым ғана, біздің Байгайстың балалары, өзіміздің жайдарманшы жігіттер ғана біледі, әнге жақын екенімді. Қазір енді эстрадада жүрген біраз әншілердің де әннің шығуына кішігірім себепкер болғам. Жазып бердің бе кәдімгідей? Иә, жазып берген болатын. Енді оны кім екенін айту маңызды емес шығар, Серғали, или айту керек? Жоқ, айтсайшы, өйткені білгендір. Жоқ, білсе де, мысалға ертең тағы да жан-жақты қандай әндерің бар, жан-жақты біле берсін да? Иә, енді ақыры осы әнге қарай келіп атқаннан, тұсау кесіліп атқаннан кейін бүкілін айтқан дұрыс деп ойлаймын. Негізінде Мирас Жүгінісовті білесіз ғой, сол кісінің әндетемін әнін негізі сөзін әуенін шығарып берген алғаш. Иә, мен себепкер болғам. Кейіннен басқа біреу деп жатыр еді ғой? Жоқ, негізі түбінде осы студияда бірге отырып, негізі менің идеям арқылы осылай шығып кеткен болатын. Кейіннен мен атым жаз деп тұрмайсың ғой, араласып жүргеннен. Ол кезде көп ешкім білмейді ол кісілермен араласатын. Жаңа сенен бүйтіп сатып ала ма, типа авторский біз шығарамыз, типа біз. Иә, солай енді араласқаннан кейін ақшасына. Онда әндерің шынымен көп па? Сен жаныңда жүріп маған бермейсің. Тағы да қандай әншілермен жұмыс жасадың, немесе қандай үлкен жобаларға қатыстың, атсалыстың деген сияқты? Үлкен жобаларға қатты енді атсалысатындай болған жоқ, бірақ осы былтыр біз жайдарман ойнап жүргенде чемпион болдық қой. Сол кезде Дубайға кететін болдық, бұл жайдарманның қолдауымен. Сол Дубайға кеткен кезде, ол кезде мені Мейрамбек ағамыз кавер-шоуға шақырған болатын. Ол кісіні енді былай біледі ғой, әкелеріміз араласқан кезінде. Сөйтіп, өкінішке орай Дубайға баратын болдық. Сөйтіп, қатыса-алмай қалдым. Мен орныма Калифорнияны алған екен сол кезде. Үшінші сезонына қатысасың берші? Жоқ, қатыспаймын. Өйткені бірінші алғаш болып ашылған кезде қатысып көрінгім келген да. Кейін енді сен қазір немен айналысасың? Альбом жазып жатсың ба? Альбом жазып жатырмын, иә, қазір. Мен сізге жібердім ғой, келші жаным. Сол тыңдадыңыз ғой, жалпы сол әннен бас тағы бір 8 ән бітіп тұр. Шынымен таңғалып отырмын ше? Мен қалай көрмей қалдым, білмей қалдым деген сияқты. Енді айтқым келмейді, ол өйткені бір бала кезді бір әнші балапан, басқа нәрселер, суперстардың кастингіне бар. Ол жерде финалға дейін бардым. Есіңізде ме екен, Алишер Каримов қатысқан уақытта, Алишер Каримовтың финалда ұтылып қалған болатын. Жоқ, финалға дейін, жартылай финалда. Сөйтіп, Алмас Шекенбаев чемпион болған жылы ғой. Сол жақта қатысқам, кастингке барған. Сөйтіп енді біз кейіннен әншілікке енді кішкене жақын болғанмен, бірақ юморда жүрдік та, біз басынан жайдарман ойнатып басқа қылдық. Сөйтіп, кішкене сол қалып кетті да.
кейін осы жайдарманда жүргенде осыны Байгайстың жігіттері осыны айтатын еді, лучше альбомың жазсайшы сен. Кішкене енді танылып қалдың ғой әлі деп. Содан кейін алғаш осы сіздің жобаңызға келіп отырмыз. Негізі шынымен де кейбір әншілер қазір енді жоқ жерден шығып кетіп жатыр да, жарық беріп жұлдыз болып жатыр. Бақ қой басқа. Солай шығып кеткенін тілеймін. Енді болашақта қандай жерлерден өнер көрсеткің келеді, тек Қазақстанда ма және әлемдік ареналарда ма? Енді әрбір әншінің бір ойы ғой болашақта әлемді танытқысы келеді, әлемге шыққысы келеді. Мен сізге бір қызық айтып берейін. Серіға бір 2004 либо 2005 жылдары бізде Жаркент қаласында Шығыс қақпа деп Қытайға жақын ғой, сол жақта бір үлкен бірдеңе болған кезде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев келген болатын. Мектеп көрсетіп енді жанында жүреді ғой. Сол кезде елім менің деген әнді айтып бергем, сол кісінің алдында қолын алып, сол кісінің бір батасын алған болатын. Осы нәрсе мен үшін бір үлкен жетістік болды деп ойлаймын. Оңынан болсын, құдай қаласа енді лайктан жобасына тұсау кесіп жатсың. Енді оңынан болсын дейміз ғой, жылжың жана берсін. Енді біздің жобада білесің ғой, енді ән алып келеді. Енді сенің бірақ әндеріңді енді әзір пока ешкім білмейді. Дайын емес. Бірақ бір ән алып келдің бе? Айтатын, екеуміз айтатын. Шынымды айтайын, негізі жоқ. Енді сіздің жобаңызға алғаш рет келіп жатқаннан кейін сізде мысалы қаншама қонақтар шақырасыз осы жерге. Сол кісілердің әндерін бірге айтасыздар. Енді осы жолы мен сіздің Біздеше деген әніңізді бірге айтып көрсек деп. Біздеше? Қарсы болмасаңыз. Ой, жоқ, күшті болады ғой. Осы жерде енді бір кішігірім халыққа бір өтірікші болмай, жанды дауыс болғаннан кейін жанды дауысты ән айтып бергенді көріп отырды. Қымбатты көрермендер, ендеше Мағжан бауырым мен менің орындауымда Біздеше әнін қабыл алыңыздар. Кеттік. Мага қалай? Бірінші куплетін айтам ғой? Иә, сіз айта беріңіз. Сосын қайырмасында бастайын ба сосын? Иә. Одан кейін сен түсіндім. Пол өзіне өтірсіз. Кездескіңде ұштасыңда келмесе, дұрыс шешім қабылдайық ендеше. Менде үлкен сағыныш бар, үміт бар сендеше. Менің жаным жайда барды сендесе, дұрыс шешім қабылдайық ендеше. Сенде мәңгі сүй алатын мен бармын мендеше. Ғашық жандар бірін-бірі іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе. Басқаларда махаббат бар, бақыт бар, бір-біріне уақыт бар, ал біздеше. Ғашық жандар бірін-бірін іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе. Басқаларда махаббат бар, бақыт бар, бір-біріне уақыт бар, ал біздеше. Ассалаумағалейкум. Айтшы өзің, что-то. Сен айтып отқан жоқ сияқтысың ғой? Жоқ, брат. Айтшы кәдімгі. Акапелла айтшы, осылай микрофонмен айтасашы. Десең. Сен кәдімгі прикол ұстап тұрсың ба? Прикол емес, братан, нормально айтып шықты. Өзің далбамын деп ойламайсың ба? Далбамын деп ойлап тұрмын ғой, братан. Анаушы. Демалысыңыз құтты болсын, жобаңыз дами берсін. Сен айт. Шынымен де біздің Байгайстың жігіттерінің атынан осы сіздің жобаңызға бәрі ән айтады ғой, әншілер енді анда-санда біз сияқты да бір әзіл саласында жүрген адамдар болсын, келіп бір әдемі пранк болсын деп келіп отыр. Басында айтқаныңның бәрін сендім ғой почти. Негізі сондай ғой. Сондай болғым келетін. Сол осы жобаңызды осы выпускты бізбен Байгайспен қалдырасыз ба, қалдырмайсыз ба, енді өзіңіз білесіз. Негізі қалдырсаңыз жақсы болатын еді. Басқа қырына дайындаймыз. Басқа қырына дайындаймыз. Ренжімеңіз,
Жоқ енді Әлшер мен Серғазы бар ғой, жаман сендірді ғой меніңше. Сендіреді, Мағжан сендіреді. деген. Ойбай деп. Бір айдай, Бомба. Жоқ мен сәл күмәндандым да, бірақ жаңа келіп әңгімелеріне уже бомбаға. Неге сен қалдыңыз? Осы балам көтере алмай жүрген басқа жерге барамыз. Иә, біз кеттік енді. Жақсы Серік аға. Рахмет үлкене. Жақсы. Әлшер, Серғазы бершін керек. Жақсы. Жақсы.